Уақыт ілгері озған сайын бір ғана құқық қорғау саласы емес, ел өңірлерінде жалпы өмір сүру деңгейі де өсіп келеді. Қуантарлығы ірі қалаларда ғана емес, шалғай жатқан ауыл аймақтарда да. Елді мекендерді ауыз сумен, жылумен, көгілдір отынмен қамтамасыз етуде көп ілгеріледік. Нақты дәйектер мен деректер әкімдердің халыққа берген есептерінде айтылды. Тілшіміздің сюжеті. Ауыл әкімдері елдің көкейінде жүрген көп ойдың нақты шешімдерін айтты. Сексеуіл Жезқазған темір жолының салынуына байланысты өткен жылы Қызылорда облысы Арал ауданының Сексеуіл кентінде темір жолшыларға арнап 20 тұрғын үй пайдалануға берілген. Халықтың ендігі өтініші тозығы жеткен су құбырын жаңарту. Бұл мәселе Нұрлы жол бағдарламасы аясында алдағы көктемге дейін толық шешіледі. Осы көктемде береміз деп нетіп жатыр, салды, жақсы салып жатыр. Трубалары да качественный. Тереңдетіп 2 метрден астам қылып тереңдетіп салып жатыр. Соған қарағанда енді былай суымыз жақсы болады деген ойдамыз. Ауыз сумен қамту жайын жақсартуды батыстағы Қызылоба тұрғындары да өтініп сұрайды. 2001 жылы ауыздың таза су мәселесі шешілген болатын. Струя қондырғысы қондырылып, жаңа ауылдың іргесіне өтіп жатқан көшім каналымыз бар. Сол каналдан суды тазартып, сол арқылы ауыз сумен мәселе шешілген. Бірақ дегенмен енді ел болғасын Ақбұлақ бағдарламасымен үйге кіргізгілер келеді. Барлық халық 4 жыл бұрын жаңа жобалау сметасын жасап әзірлеп қойғанбыз. Ал Атырау облысындағы Доссыр кенті ауыз су және көгілдір отынмен толық қамтылған. Енді тұрғындар көшелер жарықтандырылса дейді. Бізде Армелде Сақчан көшесінде, Ауғат, Күрішқарит көшелерінде свет жоқ. Балдар таңертең сабаққа шығамыз, өзіміз жұмысқа шығамыз. Жер көк мұз, жүре алмаймыз. Вообще свет жоқ. Трансформатордан короткий беріп, кешегі боранда көп нәрсені істен шығарып берді. Бюджеттен 4 миллион ақша биылғы жылы қаралып, тендерден жеңімпаз атанған адам келіп жағады деп білдірудеміз. Ауыл белсенділерінің көбі бизнесті дамытуға атсалысуда. Батыс өңірде Қызылобадағы іскер азаматтар ата кәсіпті жандандыруға кіріскен. Ауылдық округке қарасты 3 елді мекенде 60 шаруа қожалығы бар. Жекенің қолындағы мал басы көбейген. Шаруалар 44 миллион теңге несие алған. Ал Қостанай облысының Озерный елді мекенінде соңғы жылда мал басы 1,5 есеге өсіпті. 4 түлікті асылдандыруға ден қойғандар мемлекеттік бағдарламаның игілігін көруге асық. Көптеген мәселелер республикалық аудандық бюджет есебінен оң шешімін тапты. Оның сыртында жергілікті шағын және орта бизнес құрылымдарының да әлеуметтік салаға көрсетіп отырған көмегі зор екенін айта кеткен жөн. Мемлекет қолдауы нәтижесінде кәсіпкерлік өркендеді. Ауылда халыққа қажетті қызмет көрсету орындары көптеп ашылған. Бизнестің дамуына көгілдір отынмен қамту мәселесінің шешілуі де оң ықпалын тигізбек. Облыс әкімі Трансгаз аймақпен меморандумға отырды. Біз сол келісімге кіру жөнінде ұсыныспен шығып отырмыз. Қазір елді мекендерді газдандыру кезең-кезеңмен іске асып жатыр. Демек, Озерныйға да көгілдір отынның жететін күні алыс емес. Бағдат Бектұрғанқызы, Нұрлан Жақыпбек, Мағауия Қалиев, Арыстанбек Кенже, Талғат Серікқалиұлы, қорытынды жаңалықтар.